Барлық әлем Нунакуннан сәлем достар. Бүгін мен қасымда менің братишка Даниэл дейтінім. Бұрында біз Даниэл екеумізбен канал енді бастап келе жатқан кезде бірге видео түсірген болатынбыз. Соған қазір реакция түсіреміз достар. Реакция. Сен көрмегелі қанша болды? Ұмытып қалған шығарсың бәрін? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Білесің бе бәрін? Білемін. Қазір енді соның бәрін көретін боламыз. Неден өттік, қалай түсірдік? Йо-майо, кеттік бассайық онда. Лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Тіркелмеген болсаңдар. Бір түрлі әңгіме дейтін видео. Бүгін видео түсіру керек. Видео жоқ қой. Ал идея жоқ болғанда видео жоқ қой. Ал видео жоқ болғанда просмотр азаяды ғой. Просмотр азайғанда подписчиктер отписка жасайды ғой. Сосын мені ешкім сыйламайды ғой. Біле. Аға. Не істеп жүрсің? Не жерге қарап. Бля, зорға түсірдік қой мына жерде. Сен Тілім келмей. Күле береді. Деп жұртыласың. Қазір видео түсіріп жатыр. Жақсы. Барлық әлем прикольші сәлем. Аға. Тут, тынышталшы. Барлық әлем прикольші сәлем. Аға дей. Тұрған жоқсың ба? Видео түсіріп жатыр. Қойып тұрған жоқпын. Не ол? Екіге бір болып әңгіме айтайық. Бля, вообще, мимика 0. Мимика 0. Видео түсірмей ақ қойшы. Неге? Ал 200 теңге берсемші. Еба ол кезде 200 теңге ақшамен ғой. Ну, көбзат жетеді. Қой көбзат жетпейді қатты. Көбзат жетеді? Көбзат жетеді. Прям нормально. Нормально жетеді. Давай. Не айтамыз? Бір нормально әңгіме. Бір нормально. Бля, ну. Мен саған сценарий Мейрам киностудиясы. В общем, баяғыда бір Спанжоб деген бала болыпты. Мультик қой. Ол күнде Николодезінде басталып жүр ғой. Баузында. Сенің сөйлеген приколды типа ежектеп сөйлеймін да. Нешедесің мияқты сен сонда? 7-де. 7-десің. Бала болыпты. Ол әр бір жерге қыдырған. Сосын жол... Қазір Даниэл 14-те. Ровно 7 жыл болды. Ол Микки Ровно, Маус деген иә, мысықты кездестіреді. Вообще-то Микки Маус, сосын ол тұшқан. Жаптим аузында. Микки Маус деген оған «Оу, салам, брачка!» деді. Спанжбоб оны бірді да. Мен мұнаны анимацияны пейнттан салып анимация жасадым, ол соны бергісті. Гений. Деп қашып кетті. Болды? Болды ма? Я екшігенбейін. Мен де айтайын? Жақсын. Бір күні бір бала болды. Оның аты... Өзі жылатып оқыттың ғой. Бля, жылайтын еді ғой. Оқымайым енді, кетіп қалдым да. Сосын видео шығып тұр, қарасам қалай озвучить еттім деймін. Бәрін озвучить етіп тастаппын ғой. Түнгі сағат 3-те ол бір дауысты естіген. Ол дауыс күлгендей, жылағандай сияқты болды. Не болып кетті, мен түсінбедім. Оның дауысы күлгенде жылаяқты болды деймін, алды жылаған сияқты болды. Күлгендей. Қалай жаздым мен сценарийді? Күлгендей, жылағандай сияқты болды. Ол коридорда болған кезде Коридор. баланың дауысы естілмей кеткен. Оказывается, ол көршілердің балалары екен ғой, шолап жатыр. Вот это поворот деді. Ол қайта өз компьютеріне бара жатқанда бір мысықты көрген. Мына пушок қой. Ары қарай өзім айта салдым. Озвучка алып білмейді екен. Ешқандай мысық болмаған ғой. Деп тап қалған. Болды. Қасым. Енді екшіміз. Бля, мен кринж сцена видеода не екенін. Мен үшін еба пипец монтаж болды ғой мен үшін. Отты қалай қойдым деген сияқты не болды ғой менде. Не айтасың ал? Айт давай, бірдеңе. Не айтасың? Сөзім жоқ. Бұл бір түрлі әңгіме. Бір түрлі видео деп қою керек. Қазір бізде енді келесі видео ол нағыл дейсің. Короче, Whisper Challenge ғой. Құлағыңа үлкен үлкен деп наушник киіп аласың, дауысты бақыртасың музыканы, и сол адам не айтып отқанын. Короче, видеода көресіңдер. Бля, видео үшін өтірік постанова сияқты қылып жасадық па, как будто да. Бірақ мен шын әнерді естідім. Сен естідің бе бәрі? Жоқ, мен бір өтірік істедім яғни бір жерде. Видео үшін бір прикол болсын. Ағалайтын бірінші. Барлық әлем
Короче, өссіңді шымыланы. Барларыңызға көрсетемін достар, бүгін деген біз Даниал екеуміз деді. Қарашы камерамен қара. Бүгін біз деген Whisper Challenge деген челлендж орындаймыз. Whisper Challenge деген ол деген наушникті киесің. Сосын адамға бірдеме айтып отырғанда сол адам сен не айтып екенін білу керек. Шықып кеттің ғой сен? Снудо. Бля, білмеймін неге тілім келмеді осы кезде вообще. Сумка деп өтірік істеп отырмын, мен Снудо екенін біліп тұрмын. Шын істеп отыр деп ойладым мен. Снугдоп. Не, доп, снуп, доп, соп, суп, доп. Суп пен доп. Айзерге ұқсаймын. Доп. Стол, стома. Снуп, доп. Снуп. Снуп, доп. Өтірік. Дауысымды қараш, бля, дауысым білмеймін, неге біртүрлі мен дауысым? Біртүрлі ма? Екеуміздің де дауысымыз біртүрлі жатыр. Гета. Енді бля, кішкентай боламыз ғой по факту. Гета. Нинджа. Гета. Ага. Рандом айтып отырмын осылай есімде. Гета. Енді деймін ба? Даниал. Гета. А? Гета. Даниал. GTA. Ұтылдым. Ұтылдым. Енді мен қанал дедім? Гета. Ал мен Күлкің андай сен шынайы да мияқта. Айта. Ай, блядь, осы кезде жындан оттым бараса. Сен еще, мына жерде, я білмеймін, мына кезде сүйкімді ребеноксың да, но проблемный ребеноксың ғой сен мына кезде, неге? Андай, күн сайын қырылып келесің біреумен. Қанқам болып келем ғой. Холодильник. Қалайсың? Холодильник, бала. Холодильник. Холодец. Холодильник. Холодец. Холодильник. Капюшон. Капюшон. Капюшон? Капюшон дейсің. Холодильник. Холодное сердце ма? Өтірік істеп тұрмын ба? Өтірік істеп тұр ғой, бля. Бәсе. Холодильник. Еще холодильникке қарайсың ба? Бля. Как будто это что-то меняет. Ну. Холодильник. Ноутбук. Я молодчик, красавчик. Свет. А? Свет. Скрынник. Свет. Свет дейсің ба? Сорақ. Гадкиядағы өлең бар ғой, сол бля. Деймін, тіркеп кетті ғой кринжті. Ал осы видео ұнаса, Тағы шығып кеттің кез. ал осы видео саған ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк бас. Сендермен болған прикольчик, сосын Даниал, қайдасың? Даниал исчез. Және Даниал, ал пока-пока, чао. Басқа сөзім жоқ, полный кринж. Неге кринж ол? Кринж болмау керек ол негізі. Келесі Жоқ. видео. Давай ехал. Келесі видео ол 1К дискотека 1000 подписчикке толған кезде. Конечно же, оператор. Юбилейный ма? Юбилейный видео ғой. Даниал, телевизор толық Сейчас қалмайсың ба? Даниал деймін ба еще? Ой, не вот место предприятия. Даланың ауа райына қараса, жүріп жатқан уақытқа қараса, аспандағы жұлдызға қараса, бүгін сіздің сәтті күніңіз. Ема, менің бе? Жоқ, сенің. Мына жерде бәрі сұрайды ғой менен. Не жеп отырсың деп. Маманың пісірген бір манты сияқты. Ал дейді, білмеймін. В общем, кешіп манты. Кешіп, бля. Қандай хабар? Авторский право верно, ма? Видимо, подпиши. Да? Нет. Неге ақшаны бер? $1.
Типа мыякта барлық персонаждарды жинап олармен иә типа Брайан Мапс. Санчо, Славок, сен и бір қай видео шығады? Білі, алқаш әйтеуір. Прикольчик, братишка, ты указал, мы подписчики. Прикольчик, мы подписчик кутылся. Ага, осы дискотекадан кейін. Ебать. Ациканы бұрынғы видеоға ацик өтті ғой. Аға осы дискотекадан кейін бір әңгіме айтайық. Дискотекадан кейін бір әңгіме айтайық деп. Бля, шынарық солды мұ мияқта мен. Мама ұрысқан ғой маған. Иә. Неге түсіресің видео, неге түсіресің? Еще мен арықтап берген саған. Типа Каха. Кахадан ұрлап алдың персонаж. Жоқ, бірінші видео бар өз ба компьютер? Иә, сол Кахадан ұрлап алдың ғой. Каханың бірінші видеосын білесің ба, типа? Сол видео май Каханың. Иә. Қой басқа ғой, ол КВНнен көрдім мен ол приколмен негізі. Жоқ, Каха деймін. Каха. КВНнен көрдім, КВНнен. Каха типа, как починить сотку деп па, бірден бір видео түсірді. Ол емес басқа. Окей, да, я сама шумдан қамтып. Дискотека бояды ма? Я не oldu. Мен де клиент. А сен кім болсың? Мен сені подписываю, мен подписываю. О, круто! Бля, осы ойнады. 2016-тың байы. Мияқта мен қаншалықты искренне болды деймін да, 1000 подписчикке қойғаным. Қазір 368 000 подписчик бар менде каналымда. Похуй. Жоқ, рахмет достар, сендерге мен бірге әлі болып атқандарыңа. Так, енді соңғы Даниял екеуміздің видеомыз, или соңғы емес, білмеймін, короче, қысқасын айтқанда Қысқасын айтқанда турник болады. Қазір қысқасын айтқанды түсіріп жүрмін ғой, ең алғашқы қысқасын айтқанда. Осы кезде екеуміздің де. Ең алғашқы қысқасын айтқанда, прикиньте достар, ең алғашқы түсірген қысқасын айтқанда видеосын. Екеуміздің де шашымыз кудыр емес осы кезде. Ұзын болса да. Қысқасын айтқанда турник. Ол әдеттегідей кім болды? Мен әдеттегідей дедім. Ол әдеттегідей кім болды? Мен әдеттегідей бос отырдым. Жарда әдеттегідей турник ілініп тұрды. Тоқты, турник оң жақта қашаннан бері ілініп тұрды. Абла, я осы турникті іздім, енді сол турникті дұрыстап пайдаланып, шпан слейлер болды. Түсінікті, сол уақытта менің інім келген. Мен аяқты түсіріп, прикол Жоқ, айтты ғой, типа, аяқ түсіріп, мен бетейін деді, типа, саусақпен бетейін. Приколсын түсіріп, по идее, приколсын қой. Ол турникке қарай жақындады. Ол бір тартылды. Мен жақта қарашы, мен жыртылайын деп тұрмын ғой. Ол турникке қарай жақындады. Бір тартылды, екі тартылды, үш тартылды. Оғын мынауын звер ғой. Сосын мен ініме турникке тартылып қарайын дедім. Ол жарайды деді. Мен турникке міндім. Окей, Норик, тек сабыр. Бұлай ұстап тұрған кезде бүйтіп қалдың ғой кадрдан. Түрің қарашы. Мен тартылып бастадым. Бля. Аға, одан да компьютер ойнашыш. Мен інімнен ұялып қалдым. Мынауын қайдан үйренген тартылуды? Мен Даниярдан қалай тартылуды үйрендім деп сұрадым. бүкіреу жүрген. Ол алақандағыдай деген. Ну жақсы, айтқың келмей ме, айтпай-ақ қой. Өзім үйренемін. Мен турникке міндім, тартылдым. Оғы, нормально тартылып ғой. Енді күн сайын сөйтіп үйрене берсем, менен күшті турникме шығайын деп жүр ғой. 2 ай өтті. Мен тұрдым. Сағат таңғы 5:30 болды. Мен 45 рет отжимания істедім. Кейін 25 рет пресс істедім. Пробежка жасадым. Қатты шөлдедім. Су іштім. Енді турник қалған. Інімді шақырдым. Қара дедім. Турникке міндім. 20 рет тартылып тастадым. Інім таң қалуда. Қысқасын айтқанда, турник. Маған бір идея келді дәл қазір бар ғой. Давай біз бар ғой осы видеоларды қайталай қазіргі менің монтажыммен, қазіргі менің түсіруіммен. И егер сондай видеоны қаласаңдар, осы видеоның астына 10 000 лайк жинаңдар. Смело түсіреміз. Смело түсіреміз. 10 000 лайк жинасаңдар, біз Даниял екеуміз Өз видеоларымызға ремейк жасаймыз, ремейк. Короче, қайталаймыз. Пародия деймін оны. Пародия емес, типа ремейк дейді оны.
короче ремейк жасаймыз, бұрынғы видеоларды қайталаймыз. Ну қазіргі монтажбен сапалы қылып, ұзағырақ қылып, еба четкий болатын сияқты, прикол болатын сияқты. Күтетін болсаңдар, давайте. Жинатсаң. Солай достар, Даниял екеуміз бұрынғы видеолар қарадық. Сендерге ұнады деген ойдамын. Сол, короче. Пока-пока чао дейік онда. Сендермен болған мен Нұрболат және Даниял. Пока-пока. Чао.